Ассалаумағалейкум. Харекет қолынан келеді. Есіміңіз кім аға? Орынбасар бат. Тамақты өзіңіз істеп жатсыз ба? Иә. Жеңгеміз тамақ пісіре алмайды, сондықтан өзіңіз жасап жатсыз ба? Иә, бұл өзім жасап. Кезінде мен ауырып қалғанда мені бақты ғой жолдасым дейтін. Сіз де ауырып қалдыңыз ба? Иә, мен дейтін нервта ғой, грыжадан операция салдым, содан мүгедек болып қалдым. Мочевой катетер ғой. Сол кезде мені бағып жолдасым. Енді мені қалай бақты, мен енді солай бағуым керек қой енді. Осындай бір ғана бөлме, Иә, осы жерде жатамыз, осы жерде жуынамыз. Осы жерде жуынасыздар ма еще? Иә, жолдасымды осы жерге дәретке отырғызамын. Туалет те осы жерде ме? Иә, мына биотуалет деген ғой, мына каритаға жуындырамын мынаған. Кірді осыған жуамын, өзім жуамын кірді. Мынандай аппарат бар екен, е? Ауырып қалғанда қайта демала алмай қала береді. Ауа жетпей қалады жолдасыма. Апамыз жүре ма негізі бар? Қадан өтпен жүреді мынаумен. Бір аяғы әлсіз, бойында кальций жоқ, сүйектері өтіліп жатыр. Бірақ үшінші группа бұл. 3 жыл болды ауырып жатқаныма. Гормон көптегенде мен депозитный токсический зобпен ауырамын, тяжелой степеньмен. Женскийден ауыртты, женскийден операция жасатты. Маткасы шіріп кетті, маткасын алып тастады. Бала жоқ, өкінішке орай, бала болмай тұр. Бала жағдайы қиын болды енді. Енді аңсайсың ғой, асырап алып да келді, жолдасым оқыды. Бір балдарды тәрбиеледік, өзіміз жайлап жаңа неге барып жолдасым екеуміз. Бауырласып қалып Мен қазір күшті бауыр басып қалдық. Енді әлі сағына біз. Аналық сезімді енді мама деп алдыңнан шауып шыққанда енді бір ерекше сезім ғой енді. Мама деп неткенде бір керін бір тебіренесің енді ішіне керек енді. Осы өмір бақи арман болды ғой, қыз бала болсын, ер бала болсын, болса деп армандадық қой енді, бірақ енді. Бір-бірімізді жақсы көріп, бір-бірімізді сүйіп не қосылғаннан кейін уже дейтін. Ештеңеден істемейсің ғой, қандай кедергі болса да. Арманым сол енді мен. Бұдан да кішкене бір баспана болса енді бір таза бір жолдасым екеуміздің мақсатымыз бір ғой енді.